Баршаңызға сәлем. Сіздермен Раха KZ арнасы. Бүгін мен сіздерге 2015 жылы шыққан Визит атты хоррор киноны қысқаша айтып беретін боламын. Ал сіздер видео басталмай жатып арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны дірілдете кетіңіздер. Лайк басуды да ұмытпайық. Ребекка есімді қыз ата-әжесі туралы сұрап, анасынан сұхбат алуда. Сөйтсе, Ребекканың анасы 15 жылдан бері өзінің ата-анасымен араласпайды екен. Сол себепті немерелері ата-әжесін мүлде көрмеген. Сондықтан Ребекка анасына өткенді ұмыту үшін отбасын біріктіру туралы деректі фильм түсіруді шешті. Немерелер алғаш рет ата-әжесімен кездесуге бара жатыр. Жолай Ребекка камерасымен видео түсіреді. Пойызда Ребекканың інісі Тайлер бала кезіндегі психикалық жарақат әсері салдарынан микробтан қорқады және үнемі қолын жуа береді. Сондай-ақ бұл бала рэп жазуды ұнатады екен. Тіпті өзіне шығармашылық лақап ат қойып үлгерген. Отдыхаю, тебя приглашаю, я как железный человек эту тусу раскачаю. Осылайша олар белгіленген орынға жетті. Оларды әжелері Дорис пен аталары Джон күтіп алды. Үйге кіріп бара жатып Ребекка көптеген жылдар өтсе де, анасына тас болып қалар деген нәрселерді видеоға түсіріп алады. Әжесі неліктен кең джинсы киіп алғансың деп Тайлерден сұрайды. Сол сәтте жігіт неліктен кигенін айтты. Я рэпер, я нравлюсь девчонкам, для них я как конфета. Сөйтіп өзінің шығармашылық ребімен ата-әжесін таңқалдырды. Балалар өз бөлмесіне жайғасты. Және бұл жерде байланыс нашар ұстайтынын біледі. Аталары оларға үйді таныстырып шықты. Және де жертөлеге мүлде жоламаңдар деп ескертеді. Себебі ол жақтың бәрін зең басып кеткен. Инфекция жұқтырып алуларың мүмкін дейді. Балалар амалын тауып, анасымен скайп арқылы байланысады. Аналары олардың жағдайын сұрады. Ал ата-әжесі туралы мүлде сұрамады. Себебі оларға әлі де ренжулі. Балалар өздерінде барлығы керемет екенін айтты. Сөйтіп аналарының көңілі орнына түсіп, жігітімен саяхатқа шығуға дайындала бастады. Тайлер әпкесіне қосылып екінші оператор болып алды. Ол өз істерімен айналысып жүрген атасын түсіреді. Кешке атасы, әжесі екеуі немерелері келгеніне қуанышты екенін айтады да, содан соң оларға қайырлы түн тілейді. Және кетпес бұрын немерелеріне бұл үйде бәрі 9-дан 5 кеткенде ұйқыға жатуы керек деп ескертеді. Алайда Ребекка бұл ережені бұзып, түн ортасында печенье жеу үшін ас бөлмеге түседі. Алайда ол жақта әжесімен кезігіп қалды. Ребекка шошып кетіп, қайтадан өз бөлмесіне жүгіреді. Таңертең ол әжесін ауырып қалған болар деп ойлады. Атасы да дәл солай. Әжесінің денсаулығы нашар екендігін айтты. Тайлер мен Ребекка үй жанындағы ферманы аралап жүріп, бұрын малдарға арналған қоршау болған жерге келіп, тығылыспақ ойнауды шешеді. Тайлер тығылды, ал Ребекка іздеді. Сол сәтте кенеттен әжелері пайда болды. Әжелері немерелерін қатты шошытып жіберді. Ал содан соң еш нәрсе болмағандай кетіп қалады. Келесі күні үйге ата-әжесінің ауруханадағы әріптесі доктор Сэм келеді. Ол Дорис пен Джонның жұмысқа келмегеніне бірнеше күн болғандығын айтты. Және де олармен сөйлесу үшін келіпті. Алайда осы уақытта кемпір мен шал қалаға кетіп қалған болатын. Біраздан соң Тайлер атасы қорада не істеп жүр екен деп оны аңдуды шешеді. Ол біраз күтіп тұрады да, атасы кеткен соң ішке кіреді. Және ол жақтан лас жүректерді көріп, қорадан атып шығады. Тайлерге әжесі бұны осылай түсіндіріп береді. Атасының жасы келгендіктен ол дәретін ұстай алмайды. Сондықтан да ол жөргек тағады екен. Бұл қалыпты жағдай дейді. Кейін балалары атасы мен анасы оқыған мектепке барады. Олар мектепті видеоға түсіріп жатқанда атасы әлдебір танымайтын кісіге атылады. Ол онымен төбелесіп, неге мені аңдып жүрсің деп айыптағады. Содан соң орнынан тұрып, қателесіп кеткенін айтады. Кешке балалар есіктің сыртынан біртүрлі дыбыс естіді. Тайлер есікті ашып, не екенін білуді шешті. Сөйтсе әжелері тыр жалаңаш қабырғаны тырнап тұр екен. Таңертең Ребекка атасынан осы туралы сұрады. Атаның айтуы бойынша әжейдің психикасы бұзылған. Бір сөзбен айтқанда алжи бастаған екен. Оның жасында бұл қалыпты жағдай дейді. Әжей де атасы туралы осылай айтқан болатын. Және де ол байқамай ноутбукты сындырып алғанын айтады. Тайлер атасы мен әжесінің біртүрлі екенін сезе бастады. Бірақ та Ребекка олардың жасында бұл шынымен де қалыпты жағдай екенін растады. Алайда уақыт өте келе әжей өзін бұрынғыдан да бетер біртүрлі ұстай бастады. Ол Ребекканың сұрақтарына мүлдем жауап бермеді. Сосын ол қызға духовкаға кіріп, ішін тазалап берші деп көмек сұрайды. Ребекка әжесіне сұхбат алуды шешті. Басында барлығы жақсы келе жатқан. Алайда қыз анасы туралы сұрай қойғанда: Бабушка, больше не спрашивай меня о Лоретте Джеймисон.